Шыңғыс Айтматов. Ерте келген тырналар. 3 бөлімі. Ертеңіне тұрса, күн әлі борап тұр. Бораған қар дөңкейтіп күртігіп тастапты. Жалбыр бұлттарды көтере алмай тұрғандай, аспан тіптен салбырап кеткен. Сұлтанмұрат бүрсеңдеп атқораға әзер жетті. Председатель Тыналиевтің айтып жүрген шаруасы Сұлтанмұраттың ойлағанынан әлдеқайда қиын боп шықты. Ең алдымен олар председательмен әрқайсына 4-4-тен жүген таратып жүрген ілмиген жирен сақал бригадир шал шекіштің соңынан еріп, атқораның қасындағы шарбаққа кірді. Қар көміп тастаған кең аулада қабырғалары ырсиған жегін аттар ақырлардың түбіндегі пішеннің қалдығын қажап, арлы-берлі сенделіп жүр. Жылқы жануардың қыста арып, жазда күйленетіні кім-кімге де белгілі. Бірақ мыналардың тек 2 құлағы мен 4 аяғы қалған. Терілері сүйектеріне жабысып қапты. Баптап, жемдеп жатқан ешкім жоқ. Қолда бар азғантай жемді ертең егіс кезінде талшық қылмақ. Балалар өз көздеріне өздері сенбей аңырысып қалды. «Не сүлейіп тұрсыңдар?» дейді шекіш күңкілдеп. «Мұнда сендерді құйрық жалы сүзіліп, манастың тұлпарлары күтіп тұр ғой деп бедіңдер? Шетінен ұстай беріңдер түге. Енді бір 20 күннен соң бұлар түктері жылтырап шыға келеді. Көрерсіңдер деп білерсіңдер. Жылқы жарықтық аузы бір күн көкке тисе болды құлпырып кетеді. Не қажеттің бәрін тауып береміз» дейді председатель. «Кәне бастаңдар, әрқайсың 4-4-тен беттеріңе қараған ат тұстаңдар». Мәне қызық, осы бір өңшең арық тұрақтың ішінде әкесінің 2 аты Дәуторы мен Шабдарда жүр. Әуелі қылаңытқан түсіне қарап Шабдарды көрді. Сосын Дәуторыны таныды. Үстері үрпе-түрпе, бастары қазандай, 4 аяғы 4 тал шидей, ілініп салынып әзер тұр. Сұлтанмұрат күлерінде, жыларында білмеді. Әкесі екеуінің баяғы қалаға барғандары есіне түсті. Әкесінің барында бұл екеуін көрерге көз керек еді ғой. Ал қазір қара. Дәуторы мен Шабдар арба жеккенде қалай желігетін еді. Ендігі тұрыстары мынау. «Мынаны қараңыздар, менің әкемнің аттары» деп айғайлап жіберді ол председатель мен бригадирге қарап. «Шабдар мен Дәуторы». «Дұрыс айтасың, бұл екеу баяғы Бекбайдың аттары» дейді шекіш шал сөзін құптап. «Ендеше бұл екеуін сен ал, әкеңнің аттарын ешкімге берме» дейді председатель. Сұлтанмұрат әкесінің қосатына қосып тағы да 2 атты Ақжал мен Кершолақ тұстады. 4-еуін бұл енді қос түренді соқаға жегеді. Қалған балалар да аттарын ұстап болды. Сөйтіп олар 1943 жылдың қысында мектепті тастап, жаңа бір дәуренді бастады. Жұмыс деген олар ойлағандай емес, бастан асып кетті. Біресе атқорада, біресе ертең егіс салатын соқаларын жөндеп жатқан кәрі ұста барып шалмен соның балғасын соғатын ақсақ көмекшісінің қасында екетек боп жүгіріп жүргендері. Күні кеше күлге лақтырып тастаған ескі қосқы темірлердің тотын тазартатын, бұрандаларын ағытып алатын, майысқан жерін тегістейтін де солар. Әлдеқашан жүзі кетіп темірі тозып, тек жұрнағы ғана қалған көне түрендер де қайтадан кәдеге асуда. 2 ұста олардың майысқан жерін тегістеп, қайтадан қып-қызыл шоққа ұстап, мұп-мұздай суға малып шыңап жатыр. Көне түреннің қайта шыңағаны мен қажетке аспай қалатында аз емес. Ал алда-жалда қажетке жарай қалса, барпы шал жүрек жарыла қуанады. Балға соғатын көмекшісін ұстахананың төбесіне шығарып, ол қорада жүрген балаларды қол бұлғап шақыртып алады. «Әй, соқашылар!» деп айғайлайды ақсақ балғашы. «Ұстекем шақырып жатыр, мұнда келіңдер». Балалар жүгіріп келеді. Барпы шал жаңа ғана қайта шыңалған ып-ыстық апауыр түренді көрсетіп масаттанып қояды. «Мә, ұста!» дейді бұған дейін түрен кимеген біреуіне беріп. «Ал, қолыңа ұстап көтеріп көр. Қалай екен? Кәне, соқаңа қадап көрш. О бәлем, ай мен күндей боп аймаласып қалған жоқ па сабаздарың? Ертең аңызға түскенде төшкеннің шарайнасындай жалтырап шыға келер әлі. Көрмейсің бе бетіне суретің түсіп тұрғанын? Бір бой жеткенге айнағыл деп апарып берсең, сені қашан көрге кіріп кеткенше ұмыта алмас.
Бар енді, ана өз түріңе апарып салып қой. Ертең егіске шығарда кеп бір-ақ аларсың. Солай достым, ендігісін тағы біреуіңе берем. Еш қайсыңды да құр қалдырмаймын, бәріңе де жетеді. Аман болса, кісі басына 3 түреннен соғып берем. Бұл барбы шалың көнде күйреп түсіп жатқан тісінің орнына жаңадан тіс қондыра алмайды, қалғанының бәрін қатырады. Түрен жетпейді екен деп қам жемеңдер, түренді көздеріңнен келтірем. Ертең егіс басында бізге талай алғыс айтасыңдар әлі. Бұл дүниенің тірегі түренде тұр ғой. Түренсіз соқа не бітір алады? Түрен батып кірмей, аңыздың ажары болмайды. Түрен мұқалса соқаш сорлайды дей бер. Гәптің бәрі түренде. Барып шал, жарықтық жақсы адам, өмірі осы ұстаханада өткен. Мақтаншақ болғанмен өз ісіне өлімін салады. Балалар Әбзел хананыңды босағасын тоздырып болды. Шекш бригадирдің бұйрығы солай. Әбзелдеріңді өздерің сайлап алыңдар. Қазірден қамданбасаңдар, ертең ғарып болып қаласыңдар. Әбзел болмаса, қылпылдап тұрған түреннің де, арындап тұрған аттарының да құны 5 тиын дейді. Оныкі де дұрыс. Сондықтан да олар ат тұрман жөндеп жатқандардың қасына шықпайды. Бірақ бәрін айтта бірін айт. Ертең соқаға жегетін аттарды айт. Олар ертеден қара кешке дейін ат қораның ішінде тұқшыңда айтта жүреді. Түннің бір уағы болғанда, аттардың алдына таң атқанша қажап шығатын қалжау тастап, үйге әзер қайтады. Асықпасы болмайды, уақыт қалмай барады. Януардың да құйрық жалы күзеліп келеді. Енді жегін аттарды жемдептің айтуға, ең көп болғанда 30-35 күн ғана қалды. Сол уақыттың ішінде жануарлардың ырсиған қабырғаларын жауып, аяқтарынан тік бастыру соқашылардың ең басты уайымы. Жегін жылқының алдынан күні-түні жем кетпеу керек. Тыналиевтің кесіп пішуінше феврал таусылып, жер қардан босар-босамастан Ақсай алқабына түрен тию керек. Бір кезде адамдар Ақсайда жер жыртып, егін салыпты, бірақ неге екені белгісіз, көп ұзамай тастап кетіпті. Шамасы алсынған болулары керек. Оның үстіне жер тегіс емес, бұйрат, суаруға өте ыңғайсыз. Шекш бригадир айтады, оның әкесі Ақсайға егін салған адам я астықтың астында қалады, я талшықта болмай, ала дорбасын алдына салып, қайыршы боп қаңғырып кетеді дейді екен. Ақсайдан астық алам дейтін адам әуелі сыз кеппей тұрып, жер жыртып үлгеру керек. Сосын аспанға алақан жайып, жаңбыр тілеу керек. Шекш шал ылғи осылай дейді. Ал Тыналиевке айтқызсаң, диханның өмірі ылғи нар тәуекел. Тәуекелсіз ер де көгермейді, жер де көгермейді. Оның өзінің де сеніп жүргені сол нар тәуекел. Тәуекел жер жыртатын түренде табылар. Тәуекел биыл жаңбырда жауар. Тәуекел еңбегіміз жанып, Ақсайда астықтың астында қалармыз. Күндер өтіп жатыр. Бір апта болмай жатып, ат қорадағы көп жадауға жан бітейін деді. Бұл тиіп бүйірлері шықты. Көздеріне жылт оралды. Күн көрініп, қар жібіді. Қыстың да тегеуріні қайтып қапты. Аттарды енді күндіз күн шуаққа, сырттағы шым ақырлардың қасын алып шығатын болды. Күн шуақта жылқы тәбет ашылып, тезірек қоң жияды. Дауалдың ұзын бойына етектей салған ұзын шұбақ ақырдың жанына Ақсайға жер жыртуға баратын 20 ат қаз-қатар сап түзепті. Әркім өз аттарының қасына кеп, сымша тартылып тұра қапты. Тыналиев оларды Ақсай десанты деп атады. Күнде таңертең өзге әзірліктерін тексеріп кетеді. Бригадирлер де, арбакештер мен бақташылар да бұларды енді десант дейтін болды. Оларға деген жабдықтың есебі бөлек. Ақсайдың аттары, Ақсайдың жемі, Ақсайдың соқалары. Ат қораның маңынан жүрген жан бас сұқпай өтпейді. Бәрде десанттың жағдайын біле кеткісі келеді. Ақсай десантта енді бүкіл ауылдың аузына ілікті. Тыналиев десанттың командирлігіне Бекбайдың баласы Сұлтан Мұратты тағайындады. Оның бұл шешімі әрине Анатайдың шамына тиді. Ол бірден: командиріміз неге Сұлтан Мұрат болады? Біз бәлкім басқа адамды қойғымыз кеп тұрған шығар деп дүрсе қоя берді. Сұлтан Мұрат та мұны естігенде шыдай алмады. Маған командирліктің қажеті жоқ, қызғансаң өзің бола ғой деп салды.
Еркінбек пен Құбатқұлда қыстырыла кетті. Анатай, сен шынында іштарлық жасап тұрсың? Жұрттан алып өтен, сен неге чыжбалақтайсың? Сұлтанмұрат командиріміз боп тағайындалған екен болсын. Ал Ергеш Анатайға жақтасты. Анатайды неге командир қоймаймыз? Күшті десең күшті. Сұлтанмұраттан тек бойыған аласа. Мектепте осы ылғи староста сайлап жатушы ек қой. Командирді де сайлап қоялық. Әйтпесе тек бірдеңе болса, ауыз қалдымен Сұлтанмұрат тілігет. Тыналиев көпке дейін басын шайқап, үн-түнсіз күле тыңдап тұрды да, кенет жүзін суытты. Ал ол бастықтың өзін кім тағайындайды деп қасарысты Ергеш. Оны одан да жоғары бастық тағайындайды. Балалар үнсіз қалды. Балалар, біліп қойыңдар, деді председатель. Қазір соғыс кез. Қайда да әскердегідей темір тәртіп орнатпай болмайды. Мен сендер үшін басымен жауап берем. Екеуіңнің әкең қаза тапқан. Үшеуіңнің әкең майданда жүр. Сендер үшін тірілердің алдында да, өлілердің алдында да жауап беретін менмін. Мен өз мойныма ондай жауапкершілікті сендерге сенгендіктен алып отырмын. Ертең соқаларыңды жегіп итарқасы қияндағы Ақсайға барғалы тұрсыңдар. Көп күн, көп түнді айрықша тапсырмамен жүрген десант секілді. Айдалада, ел жұрттан жырақ оңашада өткізесіңдер. Сонда сол нәрсеге бола осылай қызарақтасып жатсаңдар, қайтып бірге өмір сүресіңдер. Председатель Тыналиев атқорада сап түзеп тұрған балалардың алдында міне осылай деді. Олардың алдында иінінен әскердің сұр шинелі, басынан әскердің сұр құлақшыны түспейтін, мойнынан әскердің жол сумкасы қалмайтын, қашан көрсеңде ойланып, қашан көрсеңде толғанып, тұнжырап, жап-жас басымен бір жақ бұғанасынан айырылып, ылғи бір бүйіріне қарай қисайып жүретін бұрынғы парашютшы тұрды. Председатель Тыналиев командирлігіне Бекбайдың баласы Сұлтанмұратты өзі тағайындаған Ақсай десантының алдында айнаға тесі жоқ дәл осылай деді. Адамдарға да, аттарға да, құрал-саймандарға да жауап бересің, дейді ол. Ақсайға салынатын егіске де жауап беретін сенсің. Жауап беру деген сөз, берген тапсырманы мүлтіксіз орындау деген сөз. Қолыңнан келмейді екен, орныңа басқа адамды тағайындаймын. Ал оған дейін сен туралы ешкімнің ешқандай әңгімесіне құлақ аспаймын. Председатель Тыналиевтің сол күні атқораның ішіндегі Ақсай десантының чолақ сапы алдында тұрып, айтқаны осы болды. Соқашылар оның жүзіне тамсана қарап қапты. Қандай тапсырмасында қалтқысыз орындауға әзір тұр. Олар оны алдарында ақ сауытын киіп, ақ семсерін түріп, қырау шашты, қыран көзді алып манас тіріліп кеп тұрғандай. Ал өздерін соның соңынан дүркірей атқа қонуға белдерін буып, бес қаруын іліп дайын тұрған бағзының батырларындай сезінді. Алып манас бар үмітін артып, батасын айтып, ал сапарға аттандырғалы тұрған батырлары сонда кім еді? Біріншісі әлемге әйгілі Сұлтанмұрат батыр. Жасы 15-тен жаңа асты. Бірақ жас болса да бас боп тұр. Асқан ақылымен ерен ерлігі үшін командир боп сол Бекбай баласы Сұлтанмұрат тағайындалды. Оның әке біткеннің бәрінен артық, бәрінен сүйікті қайран көкесі ол кезде алыс жорықта қан қасап ұрыста жүреді. Ол өз тұлпары шабдарды Сұлтанмұратқа қалдырды. Өйткені Сұлтанмұраттың інісі артық туған Ажымұрат әлі кішкентай еді. Ол шалдуар шәлкестігіне, өз өкпе шикілігіне, талай жерде қырын кеп, қияс кетіп жүрген қиянқылығына қарамастан, жалғыз інісін жанындай жақсы көруші еді. Батырдың астында аты жүргенде, артында ғашығы қалмаушы еді. Сұлтанмұрат батырда атақты сұлу Мырзагүл Бикешті өлерде сүйуші еді. Мырзагүл Бикештің сұлулығы соншама, беті атқан таңдай еді, сымбаты сылаң шынар еді, жанары түнгі алау еді, қақжарған қалың мұнарды. Екіншісі әлемге атышулы Анатай батыр. Жасақтың жасы үлкені. Көп ұзамай 16-ға толады. Бойы Сұлтанмұраттан сәл аласа болғанмен, ешкімнен еңсесін жұқпайды, ешкімге есесін жібермейді. Күші атан түйедей. Тұлпарыдан ағыз батырларға лайық, атекеш атына дейін соған айғақ.
Оқтора. Анатайдың әкесі де алыс жорықта, қан қасап ұрыста жүр. Анатайда ай дидарлы Мырзагүл бикеш дегенде ішкенасын жерге қояды. Есіл дерті сұлу қыздың жаңа піскен чиедей қып-қызыл ернінен бір сүйеу. Үшіншісі сүйікті Еркінбек батыр. Бір шаңырақтың бас көтерері. Жолдасы үшін жанын берер адал дос. Ол өзінен өзі көңірене көрсініп, жұртқа көрсетпей көзіне жас алады. Әкесі әлгі алыс жорықта, Мәскеу қала түбінде ерлікпен қаза тапқан. Еркінбектің тұлпардан нағыз батырлар мінер сәйгүлік, аты Ақбайпақ. Төртіншісі ержүрек Ергеш батыр. Жан жолдас, жақсы дос. Оның да жасы 15-те. Даумен талас дегенде арқасы қозып кетеді. Өз пікірінен айнымайды, ісіне мығым. Оның да әкесі әлгі алыс жорықта, қан қасап ұрыста жүр. Оның тұлпардан нағыз батырларға лайық алтын тұяқ. 5-ші батыр тағы бар, ол Құбатқұл батыр. О да 15-те. Ол да бір шаңырақтың бетке қарары. Құбатқұлдың әкесі де әлгі жорықта Беларусь ормандарында ерлікпен қаза тапқан. Құбатқұл еңбектесі ерінбейді. Ол да барша батырлар сияқты астындағы тұлпары жібек жалда жанындай жақсы көреді. Тыналиев алдында мәне осындай 5 жиһангез сап түзеп тұрды. Бесеуінің ту сыртында жем салатын ұзын шұбақ ақырдың жанындағы ұзын шұбақ кермеде қос түренді соқаға жегіп, итарқасы қияндағы Ақсайға барып жер жыртатын 20 мөстек тізіліп тұр. Қар көтеріле бәрі Ақсайға егіске аттанбақ. Жер дегенде Ақсайдың жоталарыны бәрі қаз қатар тізіліп, соқа салмақ. Бірақ жер бетінде әлі қалың қар жатыр. Бірақ ол қардың да жоғалар шағы бірте-бірте жақындап келе жатты. Солай болмай қоймайды. Шынында да солай болар түрі бар. Ақсайға баратын аттарды біреулер десанттың аты десе, біреулер Ақсайдың аты дейді. Мейлі қалай аталса олай аталсын, олар 2 апта өтпей жатып, ат қорадағы басқа аттарда емес, өзгеріп шыға келді. Сауырлары жылтырап, үйірлері бұлтиып, құлақтарын жымитып, десант кермеде қаз қатар байлаулы тұрған қарны тоқ, шөлі қанық, үстері монтаздай тап-таза. Ақсайдың аттарына қарасаң, көзің сүйнеді. Қазір олардың көкірегінде кеше ғана өздері мүлдем ұмытып кете жаздаған қыл-құйрық аруа қайтадан тіріліп, әрқайсысы әрқилы мінез шығара бастапты. Жылқыға тән елгезектік, еркелік, сүйкімділік бітіпті. Жаңа қожаларына да бой үйретіп қалған түрлер бар. Таныс дауыстарды естігенде бастарын бұрып, құлақ қытықтар әдемі әуезбен күмбірлей кісінеп, жібектей жұмсақ еріндерін ала жүгіріп шұрқырасып қалады. Балалардың да жүріс-тұрысында шын қожайындарға лайық өктемдік пайда бопты. Аттардың бауырына қорықпастан қойып кетіп, «Кәне, аяғыңды көтер, кейін шегін. Тоқта, тоқта. Ақымақ неменің ет жүрек елжірей қалған екен бүгін. Дорбадай қылмай тарт аузыңды. Сен қайбір менің маңдайымдағы жалғызым ең. Әне, өзің құсаған үшеуі тағы тұр. Жә, жетер енді» деп. Жер жебірлеріне жетіп, жекіріп талады. Аттар алғашқы кезде суатқа апарғанда аяқтарын соқыр кісіше ілбіп басушы еді. Қазір өзеннен қайтып келе жатып, дүркірей жарса жөнеледі. Балалар жылқыны суға айдағанда Сұлтанмұрат Шабдарға, Анатай Оқторға, Еркінбек Ақбайпаққа, Ергеш Алтын тұяққа, Құбатқұл Жібек жалға әркім өз тұлпарына мініп ап, жан-жақтан жабыла қайырмалап өзенге құлатады. Қысты күні жер тайғақ болады да, суат басына жылқыны айдап түсіретін жол салып, оған сабан шашып, мұздан ой қойып, бәрін алдын ала сақадай сайғып әзірлеп қоймасаң, суға асыққан көп жылқы бірін-бірі құлатып, мерт қылуы да мүмкін. Сұлтанмұрат балалардың арасында кезекпе-кезек суат әзірлейтін қатал тәртіп орнатты. Соқашылар шырайнала қайырмалап тұрған жылқылар мұп-мұздай мөп-мөлдір ағын суда шым-шым сіміріп ұзақ жұтады. Мұз астынан шыққан ақ түтек су жолындағы майда-майда малта тастардың үстінен орғып-қарғып, міз бақпастан тұтасып жатқан көкше мұздың астына қайта сүңгіп кетеді. Мұздың астында да бұлқынып-жұлқынып, сылық-сылық күліп жатады.
Жылқылар сол бір сылқым күлкіні құлақтары шалып қалғандай. Жалма-жан бастарын көтеріп ап, бүйірлері шуаққа қыздырып, біраз тұрады да, сәлден кейін суға қайтадан бас қояды. Суға қанған жылқылар асықпай, сылбыр аяңмен қара жолдың үстіне шығады. Сосын кенет ат қораға қайтып келе жатып, танауларын желге толтырып, оқыранып, құйрықтарын тиіп, бір-бірінің жалына жармасып, ерсілі-қарсылы шапқылап, асыр сап, ойнақтай жөнеледі. Ат үстіндегі балалар да ойқастап, кішкене табынның біресе ана жағынан, біресе мына жағынан шығып, бақырып-шақырып мәз-майрам боп мардамсып қалады. Арада тағы да біраз уақыт өткен соң, ауылдың бар адамы Ақсайдың аттарына қызығып қарайтын болды. Оларды күні кешегі өлуге қолдары тимей тұрған арық-тұрақтар дегенге адам сенбейтіндей. Ақсақалдар жағы дүниеде жақсы адамның қолына түсіп, күтімі табылса, жылқыдан асқан баққан-қаққанның қадірін білетін мал жоқ қой деп таңдайларын қағады. Ол жарықтыққа еткен еңбегінде адал. Бүгін қылған тырнақтай қайырыңда ол ертең 100 есе, 1000 есе қып қайтарады. Көнегөз қариялар сосын Ақсайдың аттарын былай қойып, бағзыдағы тұлпарлар жайлы хикая чертіп кетеді. Әзірге тек тыналеп қана аузына берік. Күн сайын ең алдымен десантшылардың өздерін, сосын аттарын шұқшия қарап, бір-бір тексеріп шығады. Кімнің соқасы әзір емес, кімнің ат тұрманы бітпей жатыр, кімнің шалбарының тізесіне жамау салынбаған, еш қайсысы оның қырағы көзіне ілікпей қалмайды. Жамау салуға шешеңнің қолы тимесе, ине жыбалда өзің тік. Жабу неге бітпей жатыр? Олар қашан тігіліп болады. Ақсайға ертең ат қораны арқалап апара алмайсың. Түн болса суық, дірдектеп тұрған жылқыға көйлегіңді жаппақсың ба қайтпексің? Уақыт болса тақау қалды. Не керектің бәрін осы күннен қамдап алмасаң, ертең Ақсайға барғасын бармағыңды тістейсің деп, жұрттың бәрінің апшысын қуырып, асықтырып қояды. Соқаға жегілетін жылқыларға, әсіресе Ақсайға жіберілетін аттарға керек жоңышқа, дер кезінде жеткізілмей қалғанда, чекіш бригадирдің екі аяғын бір етікке тықты. Бұлардың шаруасының аяқ алысына басқалар құсап, елп етіп қуана қоймаған үйдегі аналары. Бірінен соң бірі кеп, не істеп жатқандарын көріп, туғалы естімеген бұл десант деген пәлені кім шығарған? Қаршадай балаларға мына істетіп жүргендерін не пәле? Күйеулеріміз майданда жүргенде, ең болмаса үйдегі шаруаңа қол ұшын беретін, ошағыңның басында оңаша отырып, іштегі құсаңды айтып, шеріңді тарқататын бауырымыздағы балаларымызға да үй көрсетпей, ертеден қара кешке дейін ат қорада тоқшыңдатып қойды деп, шала бүлініп, бір-бір шаптығып кетеді. Тыңдап тұрсаң, олардың сөзінің де жаны бар сияқты. Әсіресе Сұлтанмұратқа қиын тиді. Командир сол, бәріне сол жауап береді. Ал аналарының әлгі сөзіне жауап айту кім-кімге де оңай тие қоймас. Өзінің анасы бастан аяқ, әкең осыдан елге тірі оралар болса, бұл істеп жүргеніңнің дұрыс бұрысын өз айра жатар. Мен шаршадым. Бір күні балам аяғын көктен келерде қылышыңды күлге шаптың кебінге ерсің деп, қолым бірақ сілтеген еді. Анасын аяп кетті. Бірақ Сұлтанмұраттың орнында болса, аяғым мен кім не істей алады? Бала сайын 4 аттың күтімінен басқада толып жатқан шаруа артып қойды. Жем бер, суар, тазала, қорасын күт. Тағы да жемде, тағы да суар, тағы да тазала, астының көңін ал. Ал аттардың арқасындағы жаурын, тірсегіндегі шор боп қалған ескі жарасын емдеп жазу қиыннан қиыны. Мал дәрігері кеп қарайған дәрі-дәрмек беріп кетті. Бірақ оны жағатын, майлайтын, таңатын балалардың өздері. Күніне тексеріп көріп дәрісін жаңартып тұрмасаң, қапелімде жазыла қоятын жара бар ма? Ал жауратты қанша жемдеп, қанша бағып қаққаныңмен, жарасы жазылмаса ертең егіс кезінде иығына қамыт жолатпай, пұшайман боп тұрғаның. Бұлардың ұстаған аттарының ішінде дені сау біреу жоқ. Біреуінің иығы жауыр, екіншісінің тірсегі жара. Жылқы жарықтық емдеп жатқаныңды қайдан білсін? Жарасына қолың тисе, тұяғымен тісін ала жүгіреді.
Тыстай қорада байлаулы тұрып, қоң жиып алған атты күніне бірер сағат жортқызып, қамау терін алып отырмасаң тағы болмайды. Әйтпесе шекіш шалдың айтқанындай, ол немелер ертең алып барып соқаға жеккенде, қазіргі жиып алған аз ғана шырынан ақ тер көктер боп, бір терлегенде жым-жылас айырылып, арғы жағында қайтадан құлақтары қалқиып, құр сүлдерлер ғана қалатын көрінеді. Бұлар сол аттарының қамау терін аламыз деп жүріп, бір өте ыңғайсыз оқиғаға душар болды. Бір күні кешқұрым бесеуі Сұлтанмұрат шабдарға, Анатай Оқтұрға, Еркінбек Ақбайпаққа, Ергеш Алтынтұяққа, Құбатқұл Жібек жалға мініп, аттарының бойына қантаратайын деп серуенге аттанды. Әуелі ат қораны бір айналып, көше бойлап жортқызып, ақырында қары мызғымастан жатқан кең жазықтан барып, бір-ақ шықты. Күн жарқырап тұр. Әппақ қар күмістей жылтырайды. Ауада ызғар азайыпты. Манаураған қарлы шыңдар алақаныңда жатқан нәрседей түгел сайрап тұр. Әсіресе қар жатқан баурайларында сәл шыбын жорғалап өссе, көзге шалынбай қалмайтын тәрізді. Қыз қауқарынан айырылып, күн нұры күшіне мінейін депті. Аттар да жұлқынып ақ тұр. Бой жазғылар кеп ауыздықтармен алысып қояды. Тізгінді сәл босатсаң, құйғыта жөнелер түрлері бар. Бұлар желісті қойып шоқыраққа көшті. Айда Сұлтанмұрат. Артында Анатай қайта-қайта: «Ау, неге ілбіп қалдың? Аяғыңды бассайшы» деп асықтырып келеді. Сұлтанмұрат та командирлігіне басып, ат басын тежей түседі. Мұндай серуенді бәйгеге айналдырып жіберуге болмайды. Бұл тек аттар ертең соқаға салғанда бірден өкпелері алқымына тығылып, май қауып қалмасын деп, алдын ала жасалатын жаттығу ғана. Бұлар да бүкіл десант боп көліктерін алда тұрған күні түні мігір таппайтын ауыр жұмысқа ертеден дайындап жүр. Серуендерін аяқтап, ат қораға қайтқалы жатқандарында төбе жақтан дабыр-дұбыр дауыстар естілді. Олар мектептен қайтып келе жатқан балалар еді. Десантты көріп айғайлап, қолдарын бұлғап мәз болды да қалды. Десантшылар да қарап тұра ма? Олар да айғайлап, олар да қолдарын бұлғады. Өздері оқыған 7-ші кластың да, өзге кластардың да балалары топ-топ болып, улап-шулап үйлеріне қайтып бара жатқан. Сұлтанмұрат осынау ығы-жығы топтың ішінен Мырзагүлді бірден таныды. Қалай бірден танығанына өзі де қайран. Шамасы басына бастыра тартқан шәлі орамалдың астынан ағараңдап көрінген ақша жүзі, сылаң бойымен кербез жүрісі көзіне шоқтай басылса керек. Ол да мұны таныған сияқты. Сумкасын бұлғаңдатып жұртпен бірге төбе басынан жүгіріп түсіп келеді. Тіпті «Сұлтанмұрат» деп айғайлаған даусы құлағына келгендей. Өзіне қарай құшағын жайып, ентелей басып келе жатқан қызды көргенде, санасында бір тосын найзағай ойнап өтті де, көріспеген аз ғана күн ішінде ойынан бір шықпай қойған Мырзагүлді қатты сағынып қалғанын енді барып аңғарды. Ол мынау кездейсоқ қуаныштан өзін бір асау толқын ат үстіне қағып ап, шыргөбелек үйіріп, ағызып ала жөнелгенде есеңгіреп барады. Бір уақыттарда барып байқады. Бұлар аттың басын кластас достары жүгіріп келе жатқан төбеге қарай бұрып, салып ұрып келеді екен. Жазықтан ағызып өтіп баурайға ілікті. Төбені бөктерлеп, тамашалай қарап тұрған балалардың көзін қызықтырып, алдарынан ат қораға қарай ат ойнатып өте шығуға әбден болатын еді. Сұлтанмұраттың әуелгі ойы сол болатын. Оқтары дүбір көрсе шыдап тұра алмайтын. Содан ба, әйтеуір Анатай зулап ала шықты. «Тоқта, қайда барасың, шаппа» деп Сұлтанмұрат айғай салды. Анатай бірақ құлағына да қыстырмады. Бұл Мырзагүлдің көзіне түскісі кеп шауып барады екен ғой деген оқыс ой Сұлтанмұраттың көкірегін шоқ шағарып алды. Сол-ақ екен, оның бойында да бір қиқарлық оянып, шабдардың тізгінін еркіне жіберіп, жалына етпеттей құлап қиқ-қусап қуа жөнелсін. Оқторға аттатпастан жетіп барды. Анатай атына қамшы басты. Екеуінде «Қап бәлем, қайсымыз озар екенбіз, Мырзагүлге кім бұрын жетер екен» деген желік билеп алған. Екеуі де жұлдыздай ағып келеді. Бірақ шабдар дес берер емес. Әкесінің оны бәйгалады деп жүргені рас екен. Анатайдың қапталынан құйындай құйғытып өте шыққанда, Сұлтанмұраттың төбесі көкке жеткендей болды.
Көзінің қиығы бұлардың жарысына қарап, ауыздарын ашып қалған көп баланы, солардың арасында таңырқай қарап тұрған Мырзагүлді шалып қалды. Сұлтанмұрат соның көзіне түсейін деп жарысып еді, ол дегеніне жетті. Анатайды артта қалдырған соң, Мырзагүлдің жанынан жақынырақ өту үшін қыранның басына қарай салды. Бұл вақиғаның арты немен тынарын кім біліпті. Өйткені Анатайды қуып жетіп, ат бойы алдына түсе беріп еді, бәсекелесі бірдеңеге ұшыраса керек, қарап тұрғандар шоу ете қалды. Сұлтанмұрат тізгінін тарта ұстап, артына көз салды. Анатай ұшты күйді жоқ. Қызып алған атты әзер тежеп, кейін бұрылғанда, баурайдан тайып құлап, жолындағы күртік қарды опыра-жапыра төмен зулап бара жатқан Оқтоғырын көрді. Ал иесі ат құлағанда ер үстінен ұшып кетіпті. Балалар қар үстінде сүйретіліп, әзер тұрып жатқан Анатайға қарай жүгіріп барады. Сұлтанмұратты зәре қалмады. Қасына жетіп барып, Анатайдың қолындағы қып-қызыл қанды көріп шошып кетті. Бір сәт көзі Мырзагүлге түсіп еді. Өң жоқ, сөл жоқ, сілейіп тұр екен. Бірақ соның өзінде қасындағы қыздардың бәрінен сұлу. Анатай есін жия сала, етек жақта қалың күртікте малтығып жатқан атына жүгірді. Оқтоғыры тізгініне оратылып қапты. Сол екі ортада қалған десантшылар да жетті. Бәрі жабылып жүріп, үйелеп жатқан атты тұрғызып алды. Сұлтанмұрат тек осы арада ғана барып, қасындағылардың сөзіне қарап, істің насырға шаба қоймағанын аңғарды. Екі батырдың Мырзагүл Бикештің көзіне түскісі келген көзсіз желігі осылай аяқталды. Енді екеуі де қыз жүзіне қарай алмай, тез ат қораға кетуге асықты. Ауылға жете бергенде Ергеш Анатайдың астындағы Оқтоғырының сылтып келе жатқанын байқап қалды. «Тоқта!» деп айғайлады ол. «Астыңдағы аттың ақсап келе жатқанын неге көрмейсің?» «Не дейсің?» деп Анатайдың түсі бұзылып кетті. «Я, ақсағанда да әбден шойнаңдап қапты ғой». «Кәне, алдымызға түсші» деді Сұлтанмұрат. «Артынан қарап көрейік». Шынында да Оқтоғыры алдыңғы оқ жақ аяғынан мықтап ақсапты. Ұстап көріп еді, шашасының түбі бұлтиып түсіп кетіпті. Мынау бір күтпеген іс болды. Өліп талып дегенімізге енді жеттік бе деп тұрғанда, дәл егіс алдында мынадай вақиғаға душар болады деп кім ойлаған? Қары тесілмеген баурайда ат жарыстырды деген не сұмдық? Ондайда қай жылқыда қарға тайып мұрттай ұшпай ма? Қайтып өздерінің аман қалғанына шүкір. «Бұған сен кінәлісің» деді Анатай қып-қызыл боп ызаға булығып. «Аттарды желіктірген сенсің». «Әй, қайда барасың, тоқта» деп айғайлағанда тоқтамай қойған өзің емес пе? Сонда аттың соңынан қуам екен. Ендеше сені қайтылен түртті? Екеуі қызыл кеңірдек боп дауласа жөнелді. Төбелесе жаздап, әзер тоқтады. Сөйтіп ол күні серуеннен олар бір атты ақсатып қайтты. Ат қораға өңдері қуарып, тұнжырап кірді. Аттарды апарып орындарына жайғастырды. Оқтоғырда ақырдың қасындағы өз орнына байланды. Бірақ мұның арты немен тынатынына ешқайсының ақылы жетпей дал болып тұр. Әйтеуір неде болса мықтап тұрып жауап беруге тура келетінін іштері сезді. Балалар Анатайды бақташыларға барып, Оқтоғыры ақсап қалды, не істейміз деп ақыл сұра деп азғыра бастады. Анатай атты ала қашты. «Мен не деп барам? Күнәлі мен емеспін. Командиріміз бар емес пе, керек болса өзі барып айтсын». Тағы да дау басталды. Тағы да төбелес шыға жаздап қалды. Сұлтанмұратқа бәрінен бұрын Анатайдың өзін ешқандай кінәм жоқ, сүттен ақ судан тазамын деп санайтыны батып кетті. «Қатын екенсің» дейді ол қызарақтап. «Аузыңды ашсаң, батырсынып күмпілдеген мен, басыңа сол іс түскенде бұта төбіне бұға қоятын бұқпантайдың нағыз өз екенсің. Айтсам айтам да қоям, болары болған істі енді несіне жасырам?» Ендеше бар да айт, командир сенсің ғой» деп Анатай да безеріп апты. Сұлтанмұратқа не де болса тәуекелге мініп, вақиғаның егжей-тегжейін бақташыға өзі барып айтуға тура келді. Бақташы зәре-құты қалмай жүгіріп кеп, жалма-жан аттың аяғына жармасты. Нағыз айғай сонда басталды.
Егіске енді кірісеміз деп тұрғанда соқаға салатын аттың ақсап қалғаны кімге оңай ғой дейсің. Бір жақтан тебініп чекіш бригадир де жетті. Бақташы шыбығы тайғанын әлде тобығына жазым болғанын білейін деп оқ-торының аяғына енді еңкейе беріп еді, ту сыртынан бірдеңе түсіріледі. Бәрі жапа-тармағай жалт қараса, атына мініп чекіш келіп тұр. Ер үстінен үн-түнсіз түсіп, екі бет қабарып, қабағынан қар жауып, бұларға қарай жақындай берді. «Я, не болып жатыр мұнда?» Ақсақал буыны тайғанын, әлде сүйегіне жарық түскенін біле алмай басымыз қатып тұр. «Бас қатыратын не бар?» деді. Ашу буып келген бригадир бірден бұрқ ете қап. «Бұларды осы қазір тұрған жерлерінде трибуналға беріп атып тастасаң да обалы жоқ». Шекіш шал қамшысын шошаңдатып, состиып тұрған соқашы балаларға қарай тұра ұмтылды. Олар бет-бетіне зыта жөнелді. Бригадир соңдарынан қуып берді. Бірақ зымырап бара жатқан желаяқ балаларға қайдан шет алсын? Қайта онан сайын ызаланып, бақырып-шақырып жүргенде тынысы тарылып, екинінен дем алып демігіп қалды. Осындайларға соқаға жегетін аттарды сеніп тапсыруға бола ма? Бұлар деген четінен бүлдіргіш, четінен фашист емес пе? Ұстап алып ату керек бәрінде. Ойбай-ау, қанша жем, қанша еңбек зая кетті. Енді жерді неңмен жыртасың? Кең ауланы бір өзі басына көтеріп, бұлқан талқаны шығып, өз иығын өзі жұлып жей жаздап жүрген бригадир шалдың көзіне келет Сұлтанмұрат ілікті. Жаңа басқа балалар тым-тырақай қаша жөнелгенде ол жападан жалғыз қалып қойған. Бригадирдің түтігіп кеткен қатулы жүзінен көзін ала алмай, өңі қуып-қу боп, зәресі зәр түбіне кетіп тұрса да, мойнына жүктелген жауапкершіліктен жалтарып кетуге дәті бармады. Сен немене, осында медің? Маған не бетіңмен қарап тұрсың деді. Терісіне симай, буырқанып тұрған бригадир десантшылардың командирдің қолындағы қамшымен оң иықтан тартып жіберді. Екінші рет тағы көтере беріп еді, әлдене есіне түсіп, кілт кідірді. Даусы қырылдап, табанының астындағы қарды қайта-қайта теуіп қояды. Зыт деймін, иттің баласы. Осы тұрған жеріңде жарып тастасын демесең, жоғалт көзіңді. Сұлтанмұрат теңселіп барып қайта тіктелді. Көзін қорғап бағатын белгілі түйсікпен, бетін алақанымен көлегейлеп ап, қорыққанынан, ұясынан шығып кете жаздаған бадырақ көзін бригадир шалдың жүзінен айырмаған күйі сілейіп тұр. Осы қазір жон арқасын тызылдатып тағы тіліп кететін екінші қамшыны тап жылмай тосып тұр. Не де болса, бас сауғалап қаша жөнелмей, ақырына дейін шыдап бағып, көресін көріп алмаққа белім бекем болған түрі бар. Жарайды, деді Шекіш, алдында тұрған баланың дәл мынандай қайсарлығына еріксіз басын шайқап. Қалған сыбағаңды ертең әкең соғыстан келгесін ала жатарсың. Айтпады деме, ол келгесін осы бүгінгі қылығың үшін сені көгала қойдай қып сабаймын. Сұлтанмұратта үн жоқ. Шал ашуын әлі басалар емес. Ерсілі-қарсылы сенделіп, қолын оңды-солды сермей берді. Ау, саған зыт дегенім қайда? Ербейіп не қып тұрсың? Қаша жөнелсең мен саған қайдан жетем? Ең болмаса үлкен адам ғой, ашуына тимей-ақ қояйын деп, жөніңе тайып тұрсаң болмады ма? Кісі сабайтындай сықпыт сенде жоқ. Киімің болса жалба-жұлба анау. Өзің болсаң инеліктей қабысып тұрысың мұнау. Қамшыны көтер алар, жерің қайсы. Сені сабап қай ашуың тарқасын? Жарайды, әзірге жаман шалды кешіре тұр. Ертең әкең келгесін, екеулеп жүріп сабап, өшіңді бір аларсың. Ал қазір не бүлдіріп келдіңдер екен, көрсеш жүзін. Бұл бір келіспеген уақиға болды. Сұлтанмұрат жейтін таяғын жет, бірақ қолыңмен істегенді мойныңмен көтермейтін амалың қайсы. Бригадир байқұс қамшалы жүгірмегенде не істесін? Жабылып жүріп сіңірген қанша еңбек зая кетті. Ақсағат неге жараушы еді? Сойып салып, жұртқа тіс шұқыр қылайын десең, жұмсатына пышақ көтеруге дәтің шыдар ма? Әйтеуір абырой болғанда, Шекіш те, ат жайын жақсы білетін басқа кісілерде,
Оқторының аяғына онша зақым келмеген, емдеп жазуға әбден болады дейді. Оқторы сол күні-ақ қолының шипасы бар деген бір қарияның ауласына апарылып байланды. Қасында күн сайын бір бала кезекші боп, сұлы мен жоңышқа беріп тұрды. 5 күн дегенде Оқторы ақсағанын қойып, ат қораға оралды. Со бір апта оған өте ауыр тиді. Үйде анасы науқастанып қалды. Алғашқы кезде ыңқыл-сыңқылмен біраз аяқ үсті жүрді де, көп ұзамай қызуы көтеріліп төсек тартып жатып қалды. Сұлтанмұратқа жұмысқа шықпай ауру анасымен кішкене бауырларын бағып қағуға тура келді. Тұрмыстарының тым жүдеп кеткенін сонда барып аңғарды. Әкесі бардағы 10 саулықтан қазір тігерге тұяқ жоқ. Екеуі соғымға сойылыпты. Қалғаны соғыс тұсындағы көп салықтың сыбағасына бұйырыпты. Қайта бауырына қарап отырған жалғыз сиырларының қорада қалғанына шүкіршілік. Көп ұзамай бұзаулайтын түрі бар, желіні жер сызып жүр. Айтпақшы әлгі Ажымұраттың қаресегі де түртіншекте бәлі тірі. Мал дегеннен сол екеу ақ. Бірақ ол екеуіне азық тауып берудің өзі аз ақырет көрінбейді. Сарайдың төбесіндегі бірер бау, жүгерінің қурап қалған шіңгірігін анасы ертең сиыр бұзаулағанда алдына тастаймыз деп сармайдай сақтап отыр. Егер қыс мына түрімен созылып кетсе, онда шынымен жер сипап қалғандары. Жалды қара үй маңындағы чеңгелмен жантақтың тамырын қажап, тамағын айырады. Отын атымен бітіпті. Үйген қиларының қиқым-сиқым күбірі ғана жатыр. 1-2 күнге жетерлік қурай қалыпты. Сосынғы күндерінің не болатынын бір Құдайдың өзі біледі. Ақты ситке дейін қабырғасы ырсиып, азып кеткен. Сұлтанмұраттың көңілі жүдеп сала берді. Күні түні ат қорада, Ақсай десантының қамымен жүріп, үйінің тұрмысының осыншама қиюы қашып бара жатқанын тіпті байқамапты. Әкем болса бүйтер ме еді? Оның шауып берген шөбі қысыңды қойып, жазға жететін. Түсіріп берген отынан күні түні бірдей лаулатып тауса алмайтынсың. Несін айтасың? Ол барда бұл үйдің өңі мен сәні кімнен кемеді?